балаға ағылшын тілінде кітап оқу. Ең алдымен бөпеге кітап оқып бастағанда ағылшын тілінде өзіңіз кітаптағы суреттерді көрсетіп, It's a dog, this is a girl, this is book деген сияқты таныстырып, заттардың атын атап, көрсетіп оқыңыз. Бөпе басында сөйлемей, әлі тілі шықпағандықтан немесе тілі шыққан болса да, ағылшын тілі жаңа тіл болғандықтан тыңдайды. Келесі, біршама уақыт өткен соң, кітаптағы суреттерге нұсқап, What is this? What is that? деген сияқты сұрақтарға ауысу керек. Бөпе бөлек-бөлек сөздерді айта бастайды. Тыңдағанда үйренген сөздерді айтатын кезең. Келесі, сөздерді атап үйренген соң, What is the boy doing? What is mom saying? What is she wearing? деген сияқты күрделірек сұрақтарға ауысу керек. Баланың да жауабы жай ғана затты атап қоймай, іс-қимылды түсіндіруге тырысатын болады. Төртіншіден, алдыңғы этаптардан өткен соң, бала жай сөйлемдер құрай алатындай сұрақтар қойып бастау қажет. Соңында, тілін жаттықтыру мақсатында Can you please read this book for me? Мына кітапты маған оқып бере аласың ба? деген сияқты сұрап бастайсыз. Ертегілерді, кітапты баланың өзі айтып беруі ағылшынның үлкен практикасы. Осы кезеңдердің ішінен сіздер кітап оқуда қай кезеңдесіз? Сонымен комментарийде бөлісіп кетуге болады. Лүпіл басып, комментарий қалдырып, қызық болса каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыз. Рахмет.